өте бір жағымды айлардың басталуы. Себебі маусым, шілде, тамыз, қыркүйек ең отты айлар болады, ең маңызды ай болады сіздер үшін. Маусым айы соның енді бір басталуы болады. Неге? Себебі мына Сатурн, сіздердің желеп жебеуші ғаламшарларыңыз, негізі Сатурн мойынға жауапкершілікті артушы, бір шыдамдылықты үйретуші, бір қатты асықпаушы, 7 мәрте өлшеп бір кесуші, міне осы Сатурн. Оңайлықпен еш нәрсені бермейтін, ал бірақ бір берсе, ешкім оны тартып ала алмайтын, міне осындай ғаламшар сіздердің тікелей желеп жебеуші ғаламшарыңыз. Былайша айтқанда номер 1-ші астрологияда. Сондықтан да болар мықты белгіге жатасыздар сіздер. Міне осы Сатурн орын ауыстырады. 3 жыл ішінде балық белгісінде тұрды сіздердің Сатурндарыңыз. Сондықтан сіздер бір балық секілді болдыңыздар. Анау тұманның ішінде жүргендей, кейде бір жалқаулыққа салынып, кейде бір денсаулығыңыз сыр беріп, кейде бір қатты бір арманшыл болып, кейде бір фантазиялар, кейде бір хаостардың ішінде жүргендей, ал кейде бір ұшып жүргенде бір сондай, немесе бір кейбір адамдар бір психология, немесе қайырымдылықпен айналыстыңыздар, немесе бір сондай арқылы адамдарға қызмет көрсету салалары арқылы бір қаражат ақшалар таптыңыздар. Міне сол салаларда бір мамандықтарыңызды өзгерттіңіздер. Енді осы Сатурн тоқты белгісіне өтеді, балықтар белгісінен кейін. Тоқты белгісі емес пе? Сол тоқтыға өтеді, енді сіздер тоқтыға айналасыздар. Бұл не? Отқа айналасыздар, былайша айтқанда. Енді бір мынаны істесем бе, ананы істесем бе деген бір сенімсіздіктердің барлығы кетеді сіздерде. Енді шапша, тез, жылдам, өте құштар, өте қызба, осындай жанға айналасыздар. Сыртқы дүниені өзгерту. Мұның да бір жағымды, жағымсыз жақтары бар. Былайша айтқанда, бұл сіздердің бір ояну кезеңдеріңіз болады. Осы 3 жыл ішінде өмірлеріңізде бір үлкен өзгеріс, қозғалыс, бағыттарыңыз өзгереді, мамандықтарыңыз өзгереді, армандарыңыз өзгереді. Бір қанаттанғандай боласыздар. Бір сіздерді кейбір адамдар тіпті танымай қалуы да мүмкін. Бір басқа жанға айналып кетіпсің, немесе бір басқа мамандықты таңдап кетіпсің. Өзіңе деген бір сенімің өте қатты артыпты деген секілді, немесе қызба болыпсың, өте бір құштар болыпсың деген секілді сөздерді еститін боласыздар. Әрі бір ұсыныстар жасауда қорықпайтын, қатты бір мынаны істесем, ананы істесем деп бір таңдаулар жасауға да көп уақыт өткізбейтін жанға айналасыздар. Себебі сіздер жаңағы оңайлықпен бір қимылдай қоймайтын, біраз қозғалыс, майда қозғалыстан кейін барып бір қозғалатын сондай белгі жатасыздар. Ал бірақ бір қозғалып алсаңыздар тоқтамайтын. Ал енді өте шапшаң, бір әскери адам секілді тоқты белгісіне өтеді де, бір сондай костюмді киесіздер. Өте бір шындықты қалайтын боласыздар, әділдікті қалайтын боласыздар. Әрі бір жас балаша бір жүректеріңіз сондай ұрып тұрады, еш нәрседен қорықпайтын бір жанға айналасыздар. Міне Сатурн сіздерге осыны алып келеді. Әрі үй, семья, жанұя. Сол маңызды болады. Сіздің бір өте бір күшіңізде, артыңызда бір сізді бір ұстап тұратын. Әрі жанұяңызда үлкен өзгеріс болады. Балаларыңыздың өмірінде, немесе бір немерелер келеді, немесе үйіңізді көркейтесіз, ойыңыздағыдай бір марқаятын үй саласыз, немесе үйіңізден бір бизнес ашасыз, немесе анаңыздың бір өмірінде маңызды оқиғалар болады. Бір балаңыз тұрмысқа шығады, немесе бір қызыңыз тұрмысқа шығады, немесе ұлыңыз үйленеді. Бір маңызды әйтеуір бір сол жерде үлкен естеу, үлкен бір және отты бір табанды, жігерлі бір қимылдар жасайсыз. Көп жылдан бері бір жасалынбаған бір іс-әрекеттерді жүзеге асыратын боласыздар осы 3 жыл ішінде. Және мұның ең алғашқы сатыларын осы көп алысқа кетудің қажеті жоқ. Осы бір шілде, тамыз, қыркүйек айларында көп бір құжаттармен жүгіресіздер, немесе бір үйіңізді жөндеуді бастап кетесіз, немесе бір той-томалаққа дайындала бастайсыз. Бір үлкен есею, мойынға жауапкершілікті арту, немесе үлкен оқу деген секілді орныңызды ауыстырасыз, бір көшесіз, немесе тіпті отаныңызды ауыстырасыз. Және тағы да көзге іліп аларлық аспекті Уран. Уран мына сіздердің қазір романтика, балалар, шығармашылық, спорт, осындай салаларыңызда тұр. Қазір осы Уран бір сіздердің өмірлеріңізде бір әйтеуір бір өзгелерге бір ұқсамайтын бір мамандық таңдап кеттіңіздер, немесе
өзгелер бір жүрмейтін жолдармен бір жүргіңіз келіп, немесе бір шаш үлгіңізді, имиджіңізді бір өзгерткіңіз келіп, немесе жеке өміріңізді бір өзгерткіңіз келіп, бір себебі Уран бұл бір сізді жаңашылыққа сүйреу, бір революционер секілді. Өзгелер басқа жолмен жүрсе, сізді бір басқа жолмен жүргіздіреді. Бұрын бір істемеген, сіз бір жасайды демеген бір мамандықтар таңдап, бір сондай қызметпен айналысып кетулеріңіз мүмкін. Мысалы, 5-ші салада Уран тұрған кезеңде. Немесе бір балаларыңыздың өмірінде сондай оқиғалар. Немесе бір некеде, отбасыда Уран әйтеуір бір сізді бір жаңашылыққа қарай сүйреу. Бір жаңа технологиялар сізге меңгертеді, жаңа білімдер. Енді осы Уран сіздердің 6-шы салаларыңызға өтеді екен. Бұл не? Осы келатқан әсіресе айдан бастап бұны сезінесіздер. Бұл сіздерді бір жаңағы жұмыс күніңізді, уақытында ұйықтауды, немесе энергияңызды үнемдеуді, денсаулығыңызға көңіл бөлуді, немесе үйіңізге бір көмекші, күтуші, немесе бір сізге бір көмек беретін бір жаңа жігіт алуыңыз мүмкін, немесе қыз алуыңыз мүмкін, әйтеуір көмек беретін үйіңізге, жұмысыңызға, немесе бір коллективіңізге бір жаңа басшы келуі мүмкін, немесе сіз бір сондай коллективке жұмысқа тұруыңыз, немесе үйіңізде бір бизнес ашуыңыз, бір онлайн бизнестер деген секілді жұмыс, кәсіп және денсаулығыңызға бір жаңалықтарды алып келетін болады дейді. Маусым айы, айдың басында, осы 2-ші маусымнан 5-і, 8-і, нақты нүктесі 5-і. 2-ші маусымнан бастап байқайсыздар, Венера мен Юпитердің әдемі сәттілік аспектісі бар. Үйіңізге керемет сатып алу, немесе бір арманыңыз орындалу, бір өзіңізді еркелетіп мәпелеу, немесе бір қымбат, бір көптен бір ақша жинап жүрсеңіз, осы кезеңде аласыз. Немесе бір ақшаларыңыз түседі, бір қарыздарыңыз келеді. Әйтеуір бір сізге бір комфортты бір сезім, немесе бір ләззат сезімін сыйлайды. Немесе бір адамдармен танысасыз, махаббат адаммен танысасыз, немесе бір әдемі жерге шығасыз, бір әдемі сөз естисіз деген секілді бір қуаныш аспектісі бар. Немесе бір дәл осы аралықта бір той томалақ өткізесіз, немесе сондай жерге шығасыз, бір достарыңызбен кездесесіз. Бұл тіпті 1-нен 10-на дейін аралықта. Осындай бір жағымды кезеңді өткізесіздер. Сонымен қатар Плутонның аспектісі бар. Бұл не? Сізді бір құнсыздандыратын адамдар. Немесе сіз бір не айтсаңыз, соны бір керісінше қылып шығаратын. Сізді бір бағаламайтын адамдар. Солармен де бір кішкене келіспей қалушылық, немесе семья, отбасыда, коллективте бір кіші бір трансформация жүруде мүмкін. Өз-өзіңізді бір бағалауыңызды сізге бір айнадан көрсеткендей бір көрсетеді. 7-ші маусым. Міне осы күннен бастап мына сіздің комфортты сезіміңізге жауап беретін Венера, негізі астрологияда бәрі математика секілді ғой, бір формулаларменен, соны біз оқып айтып береміз. Былайынша айтқанда, әр адамның жаңағы күніне, айына, жылына қарай. Енді 7-ші маусым. Осы күннен бастап бір ай бойы сіздер бір достарыңызбен кездесу, балаларыңызбен көп уақыт өткізу, бір музыка, би, сонымен айналысасыздар, бір шығармашылығыңызбен айналасыз, немесе бір демаласыз көп, бір өмірдің бір дәмін сезіну, қыдыру, қуаныш, немесе бір романтикалық адам кездестіру, сонымен көп уақыт өткізу кезеңдеріңіз болады. Немесе қасыңыздағы күйеуіңізбен, әйеліңізбен әйтеуір бір қуаныш, бір өмірден кайф алу, сол жерге Венера өтеді. Дәмді бір асты қалайсыз, әдемі киім, әдемі бір жерлерге шығу, тіпті бұндай уақытта көп ақша жарату кезеңінде болады. 9-ші маусым. Сіздерге бір ақпарат келеді, бір жаңалық келеді, немесе бір звоноктар келеді, немесе бір құжаттармен жүгіретін боласыздар сіздер. Осы 9-ші маусымнан бастап. Әрі Юпитер сәттілік ғаламшары сіздердің мына 10-ші маусымнан бастап тура сіздердің қарсы беттеріңізге сәттілік ғаламшары келіп орналасады. Бір жылға. Юпитер үлкен бақыт ғаламшары, кеңею, өсу, көзқарасыңыз кеңейту. Бұл сіздің қасыңыздағы адам, некедегі адамыңыз, немесе бір коллективіңізде басшыңыз, немесе сіздің клиенттеріңіз, сізді жақтайтын адамдар, сізді жақтамайтын адамдар,
әйтеуір сіздің сүйгендеріңіз, сіздің жауларыңыз, міне сіздің қарсы бетіңіз әйтеуір. Сол жерге Юпитер келіп орналасады. Бұл не? Бұл сіздің мысалы күйеуіңіздің жұмысы өрге басуы мүмкін. Енді бұрынғыға қарағанда бір көп жаңағы ақша табуы мүмкін. Немесе соның өмірінде бір сәттіліктер кездесіп, сіздің өміріңіздің өзгеруі. Ал немесе бұл келесі тағы да ойыңыздағыдай бір үй саласыз. Екеуіңіз қосылып, бір семья отбасыда. Немесе бір сондай дос кездестіресіз. Немесе бір сондай маңызды бір адамды кездестіресіз, сізге сүйеу болатын, немесе көмек беретін, немесе бір сондай жұмысқа тұрасыз. Сіз осындай бір әйтеуір сәттіліктер келетін болады. Сіздің жаңағы қарсы бетіңізге келіп орналасады. Әйтеуір сіз бір кішкене қимыл жасасаңыз болды, сол жерден бір сәттіліктер келеді дейді, былайша айтқанда. Жұмысқа тұрайыншы дейтін болсаңыз, сізге жолды ашып қояды. Ал егер құр диванда жатсаңыз, әрине ол болмайды. Мысалы, бір адамдарға бір звонок жасайсыз ба, қыбырлағанға әйтеуір бір нәрсе ілінеді дейді. Міне сол жердің барлығында сізге бір жасыл светтерді жағып қояды, сәттіліктер келеді. Келісімге келе алатын боласыз. Және сол жерден бір пайда көресіз. Бір жыл бойы осы 10 маусымнан бастап. Ал енді кейбір тәуешкілер бұл сіздерге бір неке отбасын алып келеді. Үйленетін, тұрмысқа шығатын болсаңыз, балалы болатын болсаңыз, жұмыс іздейтін болсаңыз, сол жердің барлығында сіздерге бір сәттілік, тіпті бір жасы үлкен, немесе абыройлы бір адамдарды, немесе бір сөз өтімді, қаражаты бар, бір сондай адамдарға тұрмысқа шығуларыңыз мүмкін. Сондай адамдарға үйленулеріңіз мүмкін, немесе сондай достар кездестіресіздер. Бұл мысалы 2013 пен 14 жылдары дәл осы нүктеде болған Юпитер. 12 жылдан кейін келіп тұр. Осы сол кезеңде естеріңізге түсіріп көріңіздер, мүмкін оқуға түстіңіздер ме, немесе балаларыңыз бір тест экзаменнен өтті ме, немесе некеге тұрдыңыздар ма, немесе бір балалы болдыңыздар ма, соған ұқсастау тағы да бір оқиғалар келеді. Мүмкін жұмысқа тұрған шығарсыздар. Әйтеуір бір үлкею, кеңею болады кез келген салаларыңызда. 11 маусым ай толуы. Ай толуы бұл сіздерде мына 12 салаларыңызда болады екен. Ай толуы. Бір денсаулықпен айналысу, немесе бір қорқыныштарыңызға қарсы тұру, немесе бір көптен бір құтыламай келатқан әдеттеріңіз болса, осы 11 маусым мен келесі жаңа ай толғанға дейінгі аралық 25 маусым. Сонда нақты нүктесі 11-не болады, бірақ сонда 9-нан 16-сына дейінгі аралықтарда. Себебі бір апта бұрын, бір апта кейін әсер ету аймақтары болады. Осы аралықтарда бір соған нүкте қойсаңыз болады бір әдеттеріңізге. Міне енді бір қатты көп тәтті жемеймін дегендей, немесе көп бір орында отыра бермеймін, жаттығу жасаймын деген секілді бір өзіңізге бір әдеттеріңізге бір тыюлар жасасаңыз болады. Бір медитациямен айналыссаңыз болады. Немесе бір ашығу процестерін жүргізсеңіздер болады. Себебі сол жерлерде бір кесіп тастау, нүктелер қою, әйтеуір бір аяқталу болады. Айдың толуы себебі. Енді өспейді ол жерде. Ай себебі толып қойды, бір нәтижелерге жететін боласыздар. Немесе бір құтыла алмай келатқан өміріңізде бір қарыздарыңыз болып келатса, немесе көптен бір төлеп келатқан бір ипотекаларыңыз болса, сол жерде бір нүктелер қоясыздар, өздеріңізге марқаясыздар, өзіңізге бір мақтаулар естисіздер, немесе бір маңызды бір врачтарыңызды кездестіресіздер, немесе үлкен бір емнен өтіп бір жазылу процесі болады. Әйтеуір бір тазалану, аяқталу, және сол жерде бір жағымды, бұл әсіресе ай толу дегеніміз, бұл кейде бір өзгелер тарапынан бір ақшалар да келуі мүмкін, көмектер де келуі мүмкін сіздерге. Сонымен қатар 12 сала тағы да бұл медицина орындарына жүгіну, емделу, немесе алыс жерлерге шығу, немесе бір құпия түрде махаббаттар, құштарлықтар, соның бір соңғы нүктелері қойылуы мүмкін. Немесе бір келесі этаптарға өтіп, үйленетін, некеге тұратын болып шешулеріңіз мүмкін, ұзақ уақыт махаббаттардан соң. Ал кейбір адамдарда бір жазылу болады, емделу, немесе жабық бір орындарға жұмысқа да тұрасыздар кейбір адамдар. 12 сала соны да көрсетеді. Бір әскери орындар, адамдарға бір көп оқшау көзге көріне бермейді, немесе медицина орындарына, мүмкін судмед экспертиза жұмыстарына, немесе бір қайырымдылықпен айналысатын, бір балалар мүгедектер үйіне деген секілді бір сондай бір процестермен де айналысуларыңыз мүмкін
тәуешкілер сіздер. Немесе бұл кейбір адамдар бір психологтарға жүгінесіздер, немесе тіпті сондай мамандықтарда жұмыс істейтін адам болсаңыздар, сол жерден бір ақшалар, клиенттеріңіз көбейеді, қаражат түседі сіздерге. Себебі ай толуы, бір нәтижелерге қол жеткізу 25 маусымға дейін, немесе сол жерде бір танымалдық. Әрине бұл жерде мен жалпы түрде айтам, жеке прогноз ол мына төмендегі WhatsApp нөмір немесе профильде көрсетіліп қойған, дәл осылай берілетін болады, видеомен сіздерге жіберіледі. Оған сіздерге ай күн жылдарыңыз керек, оған туылған облыс қалаларыңыз және қазіргі тұратын облыс қалаларыңыз керек, немесе азан түс кеш уақыты туылған, ал сағатын білетін адам болсаңыздар жүдә жақсы. Сонда бір тереңірек дұрыс шығады сіздерге. Өмірлік және жұптық жұбыңызға жасатсаңыз болады, немесе тұрмысқа шығатын, үйленетін адамыңызға, немесе жұмысқа алатын адамыңызға, немесе өмірлік жүріп өтетін жолыңызға, кармалық, соны анықтауға. Енді Марс, күш, қайрат ғаламшары. Марс деген ғаламшар дейміз. Осы ғаламшар өзінің орнын ауыстырады. Қазір от белгісінде тұр. Осы 10 маусымға дейін, 10 маусымнан бастап өзінің орнын ауыстырады, жер белгісіне өтеді. Бұл өте сіздерге жағымды энергия. Себебі сіздер жер белгісіне жатасыздар. 10 маусымнан бастап. Бірақ нақты бұны сезіне бастайтын кезеңдеріңіз 18 маусымнан келеді сіздерге. Және келесі ай, шілде, тамыз, қыркүйек. Себебі сол уақыттың барлығында Марс күш жер ғаламшары жер белгісінде тұрады міне. Соны сіздер сезінетін боласыздар. Бұл сіздердің мына кеңею, өсу, оқу, тоқу, үйіңізді кеңейту, көзқарасыңызды кеңейту, отбасыңызды кеңейту, сол салаларыңызға өтеді. Бұл дегеніміз не? Көп құжаттармен жүгіресіздер, немесе соцмен жүгіресіздер, немесе бір мемлекеттік инстанцияларға бір рәсімдеу жұмыстарын жүргізесіздер. Әйтеуір өздеріңізді бір қамшылайтын боласыздар. Себебі Марс әйтеуір сол жерде бір күшіңізді салу, нәтижеге жету, бір қызбалығыңызды көрсету, немесе құштарлығыңызды көрсету, тіпті бір конфликтке де бару, және содан қорықпау. Әрі сол жерде пайда көресіздер. Бұл уақытқа дейін бір қызбалық кезең болады. Жаңа айтып өттім, 11 маусым, 16 маусымға дейін бір қызбалық, тіпті адамдармен бір конфликтке келу, мінезіңізді көрсету деген секілді, немесе бір шаршау кезеңдеріңіз болады. Ал 18 маусымнан бастап енді жер белгісіне осы Марс өтеді да, сіздердің де мына көңіл күйлеріңіз бірден су сепкендей, енді қызбалық жоқ, тек пайдалы істермен айналысу. Бұл сіздерге өте жағымды. Бір пайдалар көресіздер, көп ақшалар көресіздер, немесе бір жұмыстарға тұрасыздар, бір алтын көпірлер, бір сондай адамдарды кездестіресіздер. Үйлеріңізді бір жөндеу жұмысыңыз бастап кетесіз, бір жұмысқа тұрасыз, немесе бір той томалағыңызды өткізесіз. Бір сондай осы жаз, шілде, тамыз, қыркүйек айлары ең бір маңызды осы жылдың ядросы сіздер үшін. Тәуешкілер, осыны пайдаланып қалыңыздар. Немесе бір ипотекаларға қол жеткізесіздер, немесе кредиттерге қол жеткізесіздер. Себебі әйтеуір бір мидың жұмыс жасайтын сараптау өте жоғары болады, және салқын қандылық, маған не пайдасы бар деген сезімталдық жоқ болады. Ал кейбір тәуешкілер тіпті үйіңіздің түбегейлі тазалық, ұқыптылық сонымен айналысасыздар. Жөндеу жұмысы, тазалық, тастайтын тастау, өртейтінді өртеу, бір жаз бойы мүмкін үйіңіздің айналасын жөндеуіңіз мүмкін, немесе мал шаруашылығы, жер шаруашылығымен айналысатын адамдар. Себебі сіздер жер белгісіне жатасыздар. Сіздерге өте жағымды үшбұрыш аспектісін құрады, қиындықсыз келетін. Айдың соңында 25 маусымда жаңа ай туылуы болады. Шаяндар белгісінде жаңа ай туылуы. Бұл тура сіздің қарсы бетіңіз. Міне, неге шаянды айтып жатыр демеңіздер. Шаян айтылғанда үнемі сіздерге қатысты болады. Себебі бұл сіздердің қарсы бетіңіз. Сіз өзгелермен шаяндар белгісі секілді әрекет жасайтыныңыз себебі. Шаяндар белгісі секілді адамдармен араласасыз. Сондықтан бұл сіздерге тікелей қатысты болады. Жұмысқа тұрасыз, немесе күйеу әйеліңіздің өмірінде бір қозғалыс өзгерістер болады. Некеге тұрасыз. Бір адамдармен көп контакт, сауда-саттық, келіссөз, звоноктар, клиенттер, оқу-тоқу кезеңдеріңіз басталатын кезең. Сонымен қатар жаңа ай туылуы, сондықтан да бір жаңа адамдар кездеседі, бір жаңа бір оқулардан өтесіздер, немесе бір жаңа жаңағы ақша пайдап келетін,
бір сондай адамдар кездеседі, бір сондай бір жолдарды ашасыздар. Әрі 8-ші салаларыңыз бір кризис, бір стресстерге түсу өмірлеріңізде болады, немесе бір банктерге жүгінесіздер. Әрі 8-ші сала бұл құштарлықты да көрсетеді. Бір махаббат адамын кездестіруіңіз мүмкін, немесе бір демалыс уақытында махаббат адамыңыз кездестіру. Ал енді кейбір адамдарда бір күмәндар, қызғаныштар осындай кезеңді алып келеді. Әрі үлкен бір ақшалар, үлкен пайдалар. Ал енді кейбір адамдарда көп денсаулығыңызбен айналысу, немесе бір семья отбасыңызда бір адамның денсаулығымен айналысуларыңыз мүмкін. Және енді кейбір адамдарда тіпті бір өміріңізде үлкен бір арманыңыз жүзеге асып, және сол үшін көп күшіңізді сарқитын кезеңіңіз болады, шаршайтын кезеңіңіз, бір қарымтасына күшіңізді, уақытыңызды, немесе махаббатыңызды беретін кезеңіңіз айдың соңында басталады. Мінекей тәуекелшілер осындай ай болғалы тұр. Мықты айларыңыз болсын баршаларыңызға.